Айна. Кешкісін көл бойына барып бой сергітуді әдетке айналдырғамын. Көлдің терең түбінен дірілдеп ай көрінетін. Көл түбіндегі айдың бетінен әппақ аруды көремін. Сен айнаға, мен көлге қараймын. Жаныңа барар едім, амалым жоқ, жете алмаймын, мені өзіңе алып кетсеңші. Осы сөзді қанша қайталадым кім білсін, бір уақытта көлдің мен отырған жақ шетіне бірдеңе шоп етіп түсті. Жаңағы түскен нәрсеге келдім. Кәдімгі дөп-дөңгелек айна. Қолыма алып едім, сық-сық күлген қыз даусын естідім. Айнаны ішкі қалтама жүгірте салдым да үйге қарай безіп бердім. Үйге келдім де айнаға қарадым. Айнада әппақ қыз мойныма асылып тұр. Селк ете түстім. Жанымда ешкім жоқ. Таңертең айнаны ішкі төс қалтама салдым да сыртқа шықтым. Есіктің алдында сақал мұрты қудай бір шал тұр. Сайтанның сапалағы, әкел ана айнаны. Сенің тегің топырақ, оның тегі от, әуре болма, өртеніп кетесің деп келді де, менің қойныма қолын жүгіртіп, ішкі қалтамнан айнаны алды да, жерге аяғымен таптап жатты. Құлағымда ышқына шыңғырған қыз дауысы. Кеште терезеңді мықтап бекіт. Көл жаққа барушы болма, шалдың одан ары не айтқаны есімде жоқ. Талықсып барып ұйықтап кетіппін. Оянғанымда қайта кеш батқан екен. Бөлменің іші тас қараңғы. Терезенің ар жағынан қыздың қыстыға өксіп-өксіп жылағанын естідім. Ақыры пердені қайырып тастадым. Терезеден түскен ай сәулесінің ішінде айнадағы қыздың бұлдыр елесі маған жалына бастады. Жаным, мені қинамашы, мен мұнда қала алмаймын. Сен өзің шақырған ең ғой, бірге кетеміз, тым болмағанда мені көлге жеткізіп салшы, сосын өзім-ақ кетем. Дегенмен өз-өзіме серт еттім, тек көлді көрсетем, ары бармаймын. Қыздың буалдыр елесін ертіп көлге қарай келе жатырмын. Көл, әне, мен ары бара алмаймын дедім. Тым құрғанда менімен бірге кетпесең де, нақ болмысымды көргің келмей ме? Деп сұрады ол. Мен қайта ойландым. Айнадағы кескінге деген ғашықтығым ақыры өзіме берген уағдамнан тайдырды. Қызбен бірге көлге келдім. Қыз елесі жаймен сырғып барды да суға шоп етіп батып кетті.